Барлықтарыңызға сәлем. Лаваштан дәмді таңғы ас дайындайтын боламыз. Бар болғаны бір лаваш, 2 жұмыртқа, сыр және де көкшөп болса жеткілікті. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Мен 2 белок, 1 желтогын пайдаланатын боламын. Өйткені жұмыртқаның сарысы майлы болып келеді. Сондықтан көбінесе таңғы асқа мен 2 белогын және 1 желтогын пайдаланамын. Дәміне қарай тұз қосып, жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Сковородканы орташа отта қыздырамыз, ішіне лавашты саламыз, оған жұмыртқаны құйып, бетіне сыр себеміз, көкшөптерді саламыз, одан кейін лавашты конверт қылып бүктейтін боламыз. Бір жақ беті шамамен 3-4 минуттан кейін қызарып пісетін болады. Сол кезде лаваштың екінші жақ бетіне аударып, екінші бетінде 3-4 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Ішіне салған жұмыртқамыз пісіп, сыр еріп, дәмді лавашымыз дайын болды. Бұл лаваштың қасына таңғы асқа өзіңіз жақсы көретін кез келген кашаңызды пісіріп жесеңіз болады. Және сонымен қатар көкөністерден балғын салатты қосуды ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Мен салмақ тастау кезінде ПП тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецептімен бөлісетін боламын.